Абай Құнанбайұлы, нөмір 1 қара сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешіліктің бәрін көре-көре келдік. Ал енді жартысы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын да, байлаусызын да білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайранмын. Ел бағу. Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген адам бақпаса, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу. Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағып алар. Қартайған шағында қызығын өзі түгел көре алмай тұғын. Ұры, залым, тілемсектердің асығын бағып берем деп, өзімнің аз қалған өмірімді қорқылар жайым жоқ. Ғылым бағу. Жоқ, ғылым бағарға да, ғылым сөзін сөйлесе де адам жоқ. Білгенді кімге үйретесің, білмегенді кімнен сұрайсың? Елсіз күнсіз кеземен жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұндасып, шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қатты айтады тоқым күйік. Софылық қылып дін бағу. Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнімізде де тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерге не қылған софылық? Балаларды бағу. Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісіне білмеймін. Не болсын деп бағам. Қай елге қосайын, қай әрекетке қосайын? Балаларының өзіне ілгері өмірінің, білімінің тыныштықпен көрерлік жер тапқаным жоқ. Не қайда бар, не қыл дерімді де біле алмаймын. Не бол деп бағам. Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойландым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сені ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз табылса жазып алсын. Я оқысын, керегі жоқ десе, өз сөзін өзімдікі дедім де, ақыры осыған байландым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.